Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Эльнура. Бүгін сіздермен дәмді үйретін қуырдақ тағамын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге картоп қажет. Картопымызды дәл видеодағыдай қылып кесіп аламыз. Одан кейін сәбіз қажет. Сәбізді де дөңгелек қылып кесіп аламыз. Одан кейін ет қажет. Етті де дәл видеодағыдай қылып кесіп дайындап аламыз. Одан кейін бізге пияз бен сарымсақ қажет. Жаңағы сәбіздерімізді қызып тұрған майымызға осы жақсылап қуырып аламыз. Сәбіздеріміз қызарғанша жақсылап қуырамыз. Одан кейін картоптарымызды да қызып тұрған табамызға осылай жақсылап қуырып аламыз. Міне картоптарымызды да қызарғанша жақсылап қуырамыз. Картоптарымыз дәл осылай болу қажет. Дәл осылай болғанша жақсылап қуырамыз. Одан кейін етімізді қуырамыз. Қызып тұрған майға етімізді жақсылап қуырып аламыз. Етімізді де жақсылап қуырып болғаннан кейін осылай бөлек тысқа алып аламыз. Одан кейін барлығын табамызға сары май құйып, барлығын кезек-кезек салып, үстінен су құйып 40 минуттай бұқтырамыз. Міне біздің дәмді үйретін қуырдақ тағамымыз дайын. Видеоны лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын.